Сабағымызды давам етеміз. Бүгінгі сабақта 46,83,30 һәм де 87,10, 44,20 һәм 64,10 шотларының қалдық суммаларын кіртіп үйренеміз. Бұның үшін әденес программада арсенал базасын ашамыз. Так, базамыздан арсеналды таңлаймыз. Начальная страница арсенал болып тұрсын. Енді учредительдің маған беретін қарызы бар екен, яғни 46,10 шотында. Соны мәліметті кірту үшін бірінші нәубетте учредительдің атын кіртіп алуымыз керек. Бұның үшін справочникке кіреміз, контрагент, физицо 2 рет басамыз, создать. Сол жерге мәлімет жазамыз, яғни учредительдің аты Мансур. Так, бұл жерде юридический физик бұлда парғы жоқ, доғыр жарату шарт емес, тек атын жаратсақ болғаны. Замесет закрыть. Так, мәлімет жаратылды. X-ті басамыз. Енді қалдық суммаларын кіртеміз. Главныйға барамыз. Помощник ввода остатков. Шотлардың ішінен 46,10 шотты іздеймен. Так, 46,10. 46,10-ға 2 рет басамыз. Сол жерде мәліметтер басаймыз. Яғни создать, добавить. 46,10 деп жазсаңыз болады и таңлайсыз. Сол жерде физицо хақында мәлімет тереміз, яғни учредительдің аты жазамыз. Ал дебетке болса, учредительдің маған беретін қарызын жазамыз. Яғни бұның қарызы 1,5 миллион. Так, провести и закрыть. Так, жауымыз, қараймыз 46,10-да 1,5 миллион қалды. Енді ұстап һәм пайдамызды кіртеміз. Бұның үшін бізге 83,00 шоты керек болады. Іздейміз. Так, ұстап 83,00 2 рет басамыз. Создать, добавить. 83,30 деп тереміз, таңлаймыз. Бұл жерде справочный мәлімет шарт емес, тек шот пенен суммасын кіртсек болғаны. Пассив шот болған үшін олар кредитте болады. Так, ұстаптың общий суммасы 90 миллион. Так, 90 миллион. Дальше добавить. Пайдамыз 87,10. Таңлаймыз. Осы жерде пайдамызды жазамыз. Яғни 10 миллион 768 480. Егер кархана зиянмен шығатын болса, осы сумманың алдына минус белгісін қоямыз. Провести и закрыть. Так, X-ті басамыз, қараймыз, 83,00-ге 90 миллион түсті, ал 87,10-ға 10 миллион 768 480 түсті. Енді салықлар бойынша қарызларымыз һәм зият төленген предоплата суммаларымыз бар екен. Енді солар бойынша мәлімет кіртеміз. Бұның үшін подоходта предоплата суммамыз бар екен, дарматсалық бойынша. Бұның үшін 44,20 шотын таңлаймыз. Так, іздейміз. Так, 44,20. Так, үстіне 2 рет басамыз. Создать, добавить. Тереміз 44,20. Бірінші қатарды таңлаймыз. Осы жерден бірінші қатарды таңлайсыз. Ал бұл жерден болса, салық түрін дұрыс таңлауымыз керек. Налог на доходы физических лиц. Осында дармат салығы. Подоход налог ұсын таңлаймыз. Подоход налог бойынша 44 болса, бұл актив шот. Актив шотлардың қалдығы дебет деп болады. Яғни зият төлеген суммамыз бар екен 500 мың. Дальше. Добавить. Енді қарызымыз бар екен, ендес салығы бойынша. 64,10-ды таңладық. Бірінші қаттар таңланады. Так, бұл жерде салық түрін дұрыс таңлауымыз керек. Показать все деп. Налог на добавление стоимости таңладық. А енді пассив шот болған үшін бұлар кредит тәріпте болады екен. Яғни 1 миллион. Тердік, провести и закрыть. Так, мынаны жауып тастаймыз. Так, 44,20-да 500 мың түсті. И 64,10-да қарызымыз көріну керек. Так, не 1 миллион.
міне қалдық суммаларын кіртіп алдық. Енді общий итогқа бара береміз. Так, дебет тарифіңіз 112 миллион 438 мың 480 сом. Кредит тарифіңіз болса 112 438, яғни екі тариф тең болу керек. Так, дебет тарифіңіз бұл актив счеттің қалдығы, ал кредит тариф болса бұл пассив счеттің қалдығы. Арсенал базасын кіртіп атырған уақытымызда бірінші нөбетте біз фирма хақында малумат жараттық, учетный политика жараттық и помощник ввода начальный осадкты тердік. Бұл қайсы уақытта теріледі, яғни өткен айда, өткен жылда бұл қалдық суммалар қалып қойған болса, әрбір счеттің қалдығын ұстағылетті кіртеміз. Енді Челси базасымен салыстыратын болсақ, бұл қарқынада фирма хақында малумат жараттық, учетный политика жараттық, бірақ біздер помощник ввода осадкыны термедік. Не үшін? Себебі бұл қарқынада өткен айда, өткен жылда счетлардың қалдық суммалары жоқ еді. Соның үшін, егер өткен айда, өткен жыл бұл қалдық қалмаса, біздер не қыламыз? Ввода начальный осадкыны термейміз да, бірақ біздер уставной капиталды жаратамыз. Келесі сабақта сол 2025-те болған операцияларды бірме-бір этап-этап кіртіп шығамыз. Так, бұл Челси, бұл не? Арсенал. Так, бұнан жоп тастаймыз. Үсімен сабақты жұмақлаймыз.